Бәріңізге ассалаумағалейкум. Бүгін бізде, в общем, Toyota атты вилочный погрузчигі. Бұл жерде, в общем, айтқанда, мекеменің адамдары шұқыған. Содан кейін вообще қызбай қалған бұл. В общем, айтқанда, біз стартерді шештік, ішін қарадық, щетканың жағдайларын көрдік, и сонымен қайтып орнына салдық. Ешқандай өзгеріс жоқ, қызбайды. И содан соң мынандай қылып дополнительный масса қатырдық стартердің бір құлағына. И сосын келіп тұрсақ, мына жерде бұл неге қызбайды деп қарап тұрсақ, так, бұл жерде, в общем, зажигание терісінен келген ғой. Зажигание терісінен келгенде 1 мен 4-тің 2 мен 3-тің орны ауысады ғой, противоположный жағына қарай. Так, енді кірісеміз. Міне мынау бізде 4 деп жазылып тұр. 4 міне бізде 1-ге барған. Түсінікті. Ладно, енді 3 бізде 2-ге бару керек. Міне 3 деп тұр. 3 бізде 2-ге барып тұр. Так, ладно, ол да дұрыс екен. Так, ендігі мәселе мына жерде міне 1 деп тұр. Вот бірінші деп тұрған, енді бізге 4-ге бару керек еді ғой. Бұл бірақ свечной проводтың сыртында 1 деп жазылып тұр екен да. Бірақ как-то неге екені түсініксіз. Бұл бізде 3-ші цилиндрде тұр. Ал мына жерде 2 деп жазылғаны, міне 2 деп жазылғанда, міне шығып кеткен. Ол келіп міне 4-ге келіп тұр. Осы білмесе де шұқи береді адамдар бар ғой. Сонысына таң қалам кәдімгі бар. Так, в общем, айтқанда, 2 свечной проводтың орнын ауыстыру керек. Так, в общем, мәселе осындай. Так, мынау бізде міне 3 деп тұрған, противоположный жағына келген кезде 2-ге кетеді ол. Так, 2-ге саламыз бұны. И сосын мына жерде міне 1 деп тұрған. Уже бұл міне бұл бізде мынаған кетеді. Әңгіме осылай, в общем. Так, қазір енді аккумулятор зарядке қойдық. Так, мына бір аккумулятор тауып әкеліп қою керек. Бұның зарядкасы жоқ екен, дұрыс қылмайды. Сондықтан қазіргі мәселе енді аккумулятордың зарядталуын күтеміз. Оған дейін вообще свечанды бір ашып, жағдайын бір көріп жібергенде болатын еді негізі. Да, сөйтейік. Бірінші свечаны шешіп көрейік, уже қалғандары белгілі болады ғой жағдайы. Так, бірінші свечаның жағдайы мынандай, қап-қара, уже переливать етіп тастаған, бензин құйып тастаған, жақпаған. Так, демек бізге қалған үшеуін де шешу керек болады. Міне мынау так өзінен шыққан 4 свеча. Біз так іштен мынандай міне NGK деген 4 свеча әкеліп салайын деп тұр қазір. Бұл 4 свеча, в общем, без перебой ровно жасап тұрған мотордан шешілді. Тоға келген мәшін. Әлі көлік перебойламай жатып свечасын, майын, воздушный фильтрін түгел ауыстырып кетті. Содан так шыққан 4 свеча. Так, енді осы 4-еуін салатын боламыз. Содан кейінгі результатты әрі қарай көретін боламыз. Бізде мәселе, в общем, свечадан болған жоқ. Мына жерде бензин трубкасы, мынау бензин келетін. Так, замокты ашамыз. Бізде пустой. Қоп көреміз енді. Жоқ. Демек бензин келмей тұр бізде. Так, біз, в общем, бензин бактен шыққан шлангы механический бензин насосқа барады. Одан келеді де, уже бізде клапанға келеді. Так, осы жерден қазір бензин сорып қарадық. Бензин келіп тұр. Так, енді бізде мәселе, мына клапаннан как-то бензин өтпей қалып тұр ма? Қазір, в общем, бір қуып көреміз. Егер осы жерден бензин шашатын болса, онда демек мына именно клапаннан шыққан жағы мен екеуінің ортасына бір трубка қойып жіберіп, без клапан қазір тексеретін боламыз. Так, в общем, мәселе сондай болып жатыр. Так, аккумулятор жалғадық. Бір тек қуып көрейік. Так, бензин, в общем, келіп тұр. Демек, клапаннан мына жаққа қарай өтпей тұр. Енді так, мына жағын жалғаймыз та қазір. И сонымен сөйтіп, былай қарай, мына клапаннан шыққан жағында бензин аға ма, ақпай ма, соны тексереміз. Так, клапаннан шыққан жағын босатып қойдық. Так, көретін боламыз. Так, бізде, в общем, клапаннан шықпайды бензин. Так, ендігі мәселе бізде клапанға келіп тұрған, и сосын шығып тұрған жақтарды ажыратып, от ортасына трубка салып, мынандай қылып, өзінің хомутымен қыстырып қойдық. Әрі қарай, ендігі бізде келесі кезектегі мәселе, мына тұрған бензиннің карбюраторға подачасының бензин шығуы керек. Бензин шықты бізде. Енді так бәрін орын-орнына қатырамыз. Ендігі кезекте осы аккумулятормен қызбаса іштегі зарядкадегі аккумуляторды алып келетін боламыз қазір. Так, кәне біз сімілі деп.
Так, үміт бар, аккумуляторды ауыстырамыз. Так, аккумуляторды ауыстырдық. Так, енді бір көретін боламыз кәнекей. Так, генератор зарядка беріп тұрма екен, бермей тұрмай екен, соны көреміз. Так, генератор зарядка беріп тұр. Так, енді, в общем, клемма заттарды бәрін орын-орнына қатырып, так, сонымен былай-былай круг жасап көретін боламыз. Так, сөндіріп, тағы бір қызып көретін боламыз. Енді уже мана переливание, құйып тастаған бензин бәрі орын-орнына келген болуы керек. Так, в общем, сөндірдік. Так, в общем, бізде бәрі әдемі қызып тұр. Бұл уже көңілді бір жақты қылады. Мәселе осындай, в общем. Бүгінгі шаруа, походу, осы мәшін қыздыруға кетті. Міне, в общем, біздің түсіріп отырған роликтеріміздің бәрі біздің жеке басымыздан өткен, мына именно қызбай қалған көліктерді қыздыру, сосын біз бұл роликтерді салып отыратынбыз. Сіздерде де осындай жағдай кездескенде не істеу керек? Вот, солардың бәрін, в общем, көрсету мақсатында ғой. Познавательный видео ғой бәрі. Сол үшін лайктеріңізді аямай, лайк баса отырыңыздар құр қарап отырғанша. Вот. Карбюраторда қарап тұрсаңыз, осы кезге дейін газбен қыздырып жүрген, сөйтіп аяқ астынан газ бітіп қалған, бензинмен қыздыра алмаған, сосын сұйытқыш проводтардың орындарын ауыстырып тастаған. В общем, мәселе сондай. Бұл аттың құрттай затқа батып қалады екен ау. Көтереді, күші көп болғанға. Так, погрузчикте бір қызық тема бар. Мынау да тормоз, мынау да тормоз ғой. В общем, айтқанда. Мынау сцепление плюс тормоз, мынау тормоздың құр өзі. Так. И сосын одан басқа тағы не бар? Так, мынау, в общем, бізде ручной тормоз. Так. Міне ручникті жібересіз. Бетсеңіз артқа жүресіз. Так, и сосын осы рычагты бетсеңіз алға жүресіз. Так, сосын көбісі сұрайды. Мына жақта мына рычагтар тұрған не зат деп. Так, в общем, мынаны қараңыз. Міне алға көтересіз, түсіресіз. Так, өзіңізге тартасыз, міне жай көтересіз, оборот беріп жібересіз. Мына рычагпен өсіп алға шалқайтып тастайсыз. Мына жақты, мына рычагты өзіңізге тартсаңыз,
Вот, міне бұл келеді өзіңізге. Ал сосын мына жақта тағы да бір рычаг бар. Бұл уже алдындағыны оңға солға қимылдату ғой. Міне бүйтсеңіз былай қарай. Бүйтсеңіз былай қарай. Да, в общем, мәселе осындай. Бәріңізге рахмет. Бізбен бірге болыңыздар.